Бұл өмірде мойындау деген үлкен құдіретті күш бар. Бұл кез келген адамның қолынан келе бермейді, тек өз-өзімен күресіп жеңген батыр адамдардың ғана қолынан келетін үлкен игі іс. Бір 50-ден асқан әпкеміз өз-өзімен күресіп, өзін жеңгендігін, өзін мойындағандығын айтып, былай хат жазып жіберіпті. Мен ата-енеммен 5-6 жыл бірге тұрдым. Күйеуім өте қызғаншақ, ешқайда шығармайтын, ешкіммен араластырмайтын, қолыма ақша бермейтін, менің керек жарағымның барлығын өзі алып келіп, жағдайымды жасап отыратын. Күйеуімнің осы қысып ұстайтын әрекетіне мен қатты ызаланып, ашуланып, бір күні атамның арақ ішетінін пайдаланып, атам мені ішпеуге зорламақшы болды деп алдап, өтірік жанжал шығарып, қалаға еншімізді алып кеттік, пәтер жалдап. Ол кезде 2 ұл, 1 қызымыз болатын. Қалаға келгеннен кейін тағы 1 ұлды, 1 қызды болды. Күйеуім ауылда жүрген кезде трактор айдап, табыс табатын, қолынан өнері келеді. Қалаға келгеннен кейін сол өнерін пайдаланып, евро ремонттармен айналысты. Табысы да өте жақсы болды. Бірақ сол табысының басым бөлігін өзінің әке-шешесіне беріп отыратынын білдім. Өзінен кейінгі іні қарындастарының барлығын үйлі жайлы етті, бірақ маған есеп бермейтін. Естіп біліп отыратынмын. Күйеуімнің бұл әрекетіне де қатты ашуланып, ызаланып, мен ауылдағы бірде-бір жиын тойға былай да қыдырып бармайтынмын, түрлі сылтаулар айтып. Қалаға келгенімізге де 16 жылдай болды. Үлкен ұлым үйленгеніне 3 жыл болды. Бірақ келініміз келген кезде қыз болмай шықты. Балам өзі жақсы көріп тұрғаннан кейін біз ешкімге ештеңе айта алмай келінімізді қалдырдық. Қазір 1 немереміз бар. Келінім, немереге сіз қараңыз, мен жұмыс жасайын дегеннен кейін мен келінімді жұмысқа шығарып, өзім немеремен үйде отырдым арасында. Келініміздің ең сорақысы бұрынғы араласқан жігітімен жұмысын сылтауратып жүріп, сол жігітпен кездесіп жүргенін білдік. Енді сол келініміздің проблемасымен енді не болады деп айналысып жүрген кезде 17 жастағы қызымның өзінің сөйлесіп жүрген жігітінен бұзылып қалған естім. Менің қазіргі таңда өзімнің де денсаулығым жоқ. Қалаға келгеннен кейін мен асханаға жұмысқа кірген болатынмын. Қазір менің өтім, өкпем, бауырым дұрыс жұмыс жасамайды. Бастапқыда беймезгіл тамақты жей бергеннен кейіннен шығар деп ойлайтынмын. Қазір мүлде емдеуге келмейді, тек дәрімен отырам. Күйеуім де қалаға келгеннен кейін жұмыс істеп жүріп, мен тек шаңның арасында жүремін, арақ ішпесем болмайды деп 100-200 грамм ұрттап ішіп жүріп, қазір араққа тәуелді болып қалды. Мен бастапқыда сіздің видеоларыңызды көріп жүріп 5-6 ай мен сізге мойынсұнған жоқ. Неге бұл әйелдерді жамандай береді, неге бұл тек әйелдерді ғана айтады деп сіздің әр видеоңызға теріс бір қалдырып отыратынмын. Бірақ сіздің түрлі видеоларыңызды көру барысында өзім ойлана бастадым. 5-6 айдан кейін мен өзімді де, сізді де мойындадым. Мойындағанымның өзіне де қазір бір 5-6 айдан уақыт өткен шығар. Осы күнге дейін жазбай сізге бүгін өз-өзімді жеңіп, сізге хат жазып отырмын. Сіздің әр видеоңызда әр адамның жасаған жақсылығы да, жамандығы да тек өзіне айналып келеді деген сөзіңіз маған қатты удар болды. Енді балаларымның тағдырына алаңдаймын. Балаларым бақытты болса екен. Мейлі мен өліп кетсем де қазір ризамын. Тек балаларым бақытты болса екен деп жазып жіберіп жатыр. Алдағы уақытта осы жағдайды толығымен әңгіме етіп жазып, өздеріңізге сол толық нұсқасын ұсынатын боламын. Күтіңіздер.